Сәлеметсіздер ме оқушылар? Жаратылыстану пәні 19 сабақты бастаймыз. Бүгінгі тақырып жер және ғарыш. Бүгінгі сабақта сіздер күн жүйесінің ғаламшарлары туралы білесіздер. Күн, ғаламшарлар және басқа да аспан денелері күн жүйесін құрайды. Күнді 8 ғаламшар айналып жүр. Әр ғаламшар өзінің жолы, яғни орбитасы бойынша қозғалады. Бұл видеода көріп тұрсыздар, міне планеталар, бұл ортасындағы тұрған күн, қалғандары планета өз жолдарымен, шеңбер сияқты жолмен айналып жүреді. Біз оны орбита деп атаймыз. Осы орбита бойынша әр планетаның өз орны бар. Күнге ең жақын орналасқан ол Меркурий. Меркурийді ғалымдар өте аз зерттеген, себебі күнге ең жақын орналасқандықтан оны зерттеу қиынға соғады. Келесі екінші орбита жолында шолпан, үшінші жер аймен бірге, одан кейін Марс, Юпитер ең үлкен ғаламшар, одан кейін Сатурн, одан кейін Уран, одан кейін Нептун. Нептун күн жүйесінің ең жылдам қозғалатын ғаламшары болып табылады. Одан кейін осы уақытқа дейін ұзақ уақыт бойы күн жүйесінде 9 ғаламшар бар деп саналған. Плутон ең алыс орналасқан ғаламшар болатын. Бұл жерде Нептуннан кейін Плутон болған. Бірақ ғалымдар оны тым кішкентай болғандықтан планетаға, яғни ғаламшарға жатпайды деп алып тасталынды. Қазіргі уақытта осы 8 ғаламшар болып саналады. Күн жүйесіндегі жаңағы ғаламшарларды біз өзінің орбитасы, яғни аспан денесінің басқа аспан денелерінің тартылыс күшінің әсерімен жүретін жолы. Бұл жерде ортасында күн орналасса, бұл әр планеталардың өзінің қозғалатын жолы. Ол орбиталар сағат тіліне қарама-қарсы қозғалады. Планеталар бір-біріне кездеспейді және бір-бірімен соғылмайды, өйткені олардың өздерінің жүретін жолдары бар. Келесі зерттеу жұмысын жүргізіп көрейік. Бұл жерде ғаламшарлар қалай қозғалады деген тақырыпта зерттеу жұмысын жүргізді. Бірнеше оқушыға ұзындықтары әртүрлі таспаларды үлестіріп, екінші таспаның бір ұшын қарындашқа немесе таяқшаға байлап қой. Жүргізуші күн болып қарындашты жоғары көтеріп тұрады. Оны таспаның бір шетін ұстаған ғаламшарлар, яғни оқушылар айналып жүреді. Бұл жерде айналып жүргенде сонда ең күнге жақын орналасқан планеталар бар және күннен алыс орналасқан планеталар бар. Яғни алыс орналасқан планеталар күннен өте алыс болады, жақындары күнге өте жақын болып келеді. Бұл тапсырманың қорытындысы болып табылады. Енді осы көп нүктенің орнына сөздерді толықтырайық. Барлық ғаламшар күнді айнала қозғалады, яғни сағат тіліне қарама-қарсы күнді айналады. Әр ғаламшардың өз орны, өз жолы бар. Ғаламшарлардың орбитасы күннен жақын арақашықтықта орналасқан, сондықтан олар бір-бірімен кездеспейді. Бұл жерде жақын немесе алыс орналасады және өз жолы болғандықтан олар бір-бірімен кездеспейді. 5-ші тапсырма. Ойлан, қай ғаламшар басқаларына қарағанда жарық пен жылуды ең аз мөлшерде алады? Неліктен? Жаңағы ғаламшарлардың орналасу ретін есімізге түсірейік. Күннің көзіне жақын орналасқан ғаламшарлар жарық пен жылуды көп алады. Одан алыс орналасқан ғаламшарлар жарық пен жылуды аз алады, өйткені оларға күннің сәулесі жету қиын. Қай ғаламшар басқаларына қарағанда күнді жылдам айналып шығады? Неліктен?
Осы туралы қандай дереккөздерден білуге болады? Бұндай дереккөздерді ғаламтор желісінен немесе басқа да ақпарат көздерінен тауып жазуға болады. Бұл жерде екінші сұраққа қай ғаламшар басқаларынан қарағанда күнді жылдам айналып өтеді? Бұл жаңағы планеталардың мөлшеріне және күннен қалай орналасқанына байланысты. Көптеген планеталар грек тілінен алынған, грек және рим тілдерінен алынған, және бұл ғаламшарлардың атымен өздерінің құдайларын атаған. Мысалы, Юпитер жарық және найзағай құдайы, Нептун теңіз құдайы. Неге оны теңіз құдайы дейді? Өйткені Нептунның түсі көк, су сияқты, сондықтан Нептун деп аталған. Шолпан сұлулық құдайы дейді. Осындай планеталар құдайдың аттарымен берілген. Келесі тапсырма. Бірінші, күннен алыстау орналасуына қарай күн жүйесінің ғаламшарларының ретімен ата. Яғни бағана біз күннен бастап ары қарай планеталардың орналасу ретін тауып жазу керек. Екінші, күн жүйесінің планеталары қалай қозғалады? Бұл жерде күннің көзі, планеталар қай бағытта қозғалатынын жазу керек. Үшінші, күнге ең жақын орналасқан ғаламшарды ата. Ең жақын орналасқан ғаламшар ол қандай ғаламшар болып табылады? Осы тапсырманы дәптерге орындап жаз. Осымен сабақ аяқталды.